Маңғыстау облысы бойынша антикор жанынан құрылған еріктілер тобы жобасы аясында тұрақты түрде мемлекеттік сатып алу порталына мониторинг жүргізіліп отырады. Мониторинг жүргізу кезінде қарттар үйіне кептіру агрегаты сатып алғаны анықталды. Осы кептіру агрегатын бар жоғын білу мақсатында мониторинг жүргізген болатын. Мониторинг жүргізу барысында аталған кептіру аппараты 3 айдан бері далада тұрғаны және пайдаланылмағаны анықталды. Бұл дегеніміз қарттардың құқықтары бұзылуы деп есептелеміз және келісімшарт талаптарының бұзылуы деп есептейді. Және мекеме басшысының салғырттығы және мемлекет қаражатының мақсатсыз пайдалануы деп есептейміз. Осыған орай Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментіне тиісті іс-шара қолдану сұраймыз. Заң бойынша 15 күнде қондыру керек еді. Құжаттарға қарағанда 37 күнде келген, қазір 3 айдан бері әлі қолданылмай тұр. Мекеме басшысының түсіндіруі бойынша аппараттың көлемі үлкен, оны ғимаратты бұзып кіргіземіз дейді, бірақ әлі күнге дейін тиісті іс-шара қабылданған жоқ. Қарттар үйінде қарттардың киімдері, одеялдары кеше мониторинг жүргізу барысында сыртта тұрғаны байқадық. Ал қазір бұл тиісті агрегат жұмыс жасап тұру керек еді.